Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай небәрі бір-ақ жұмыртқадан дайындалатын блинчик дайындайтын боламыз. Және де осы видеоның ортасында мен сіздермен блинчикті пісірудің құпиясы жайлы бөлісемін. Міндетті түрде толық қараңыз. Көріп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіз. Алдымен сүтімізге бір жұмыртқамызды және де қантымызды ас содасын салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде менің каналыма жазылып кетіңіз, мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Осы массамызға азырақ су құйып жіберсеңіз де болады, немесе қалауыңыз бойынша құймауыңызға да болады. Және де ұнымызды салып, жақсылап араластырып, сұйық масса қылып аламыз. Массамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырған массамыз міне осылай сұйық болуы керек, осындай. Және де табамызды қыздырып қойып, кішкене майлап жіберіп, түтіні шыққан кезде осылай блинчикті бір шөміштен құйып пісіріп алсақ, тесік-тесік болып, әдемі болып пісетін болады. Және де блинчигіміздің асты жағы піскені, шет-шеті қызарып, байқалған кезде астына ауыстыра берсеңіз болады. Осылай кекпірдің көмегімен екі бетін пісіріп аламыз. Шеттері тимей қалмайды деп қорықпау үшін үстіне бір-бір басып қойсаңыз болады. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай блинчигіміз әдемі болып шықты. Осылай келесі блинчигімізді де жақсылап пісіріп ала беретін боламыз. Видеоны толықтай қарағаныңызға рахмет. Міндетті түрде менің каналыма жазылып қойыңыз. Және де істеп жатқан болсаңыз, комментарий қалдырып кетіңіз. Түрі айтып тұрғандай керемет блинчиктеріміз шықты. Дайындап көріңіз, ас болсын.